керек. Ал сәттілік пен достық әрқашан бізбен бірге, бақыт пен байлық біздің тағдырымыз. Осы сөздерді айтқан сайын, айта берген сайын бізге сәттілік пен достық келе береді. Бақыт пен байлық біздің тағдырымыз бола береді. Біз соны қалаймыз. Қазір біз не іздеп жүрміз? Бұл әлемде не қылып жүрміз? Не істеп жүрміз? Не үшін келдік? Кімге керекпіз? Не қылып жүрміз? Өзіміз білмейміз, түсінбейміз. Біздің ойымыз әйтеуір күнкөріс көру, ақша табу, бала-шаға бағу, үй алу, машина алу, әйтеуір бірдеңе жеткізсек, аш қалмасақ болды деген неде жүрміз қазір. Сол өміріміздің бәрін соған ғана байлап алғанбыз да, қалғанын түсінбей жатырмыз. Енді біздің өміріміз жақсару үшін не істейміз? Не қыламыз? Главный миды түзеу екен, ойды түзеу. Ойды жақсартсақ, өміріміз жақсарады екен. Ойымызды түзесек, өміріміз түзеледі екен. Қорқынышты кетірсек, жеңіске жетеді екенбіз. Барлығы болады екен. Барлығы болу үшін не істейміз? Миға жаттықтыру жасай береміз. Кеше бері айтып жатырмын. Барлық нәрсе біздің ойымызға байланысты. Сізді ешкім бұл өмірде түзе алмайды, ешкім бай қыла алмайды, ешкім бақыт жасай алмайды. Сіз өзіңіз ғана жасай аласыздар. Сондықтан өмірмен алыспаңыздар, еркін өмір сүріңіздер. Барлық нәрсе елес, қорқынышта елес, жоқшылықта елес, барлық елес. Осы сабақтарды ала бергенде сіздерге түсінік келеді жақсы. Түсінген кезде сіздің өміріңіз өте күшті өзгереді. Сол үшін күнде күліп, Гүлжарат ханым да келді. Қайырлы таң. Ана жақта сабақтан енді шықтық. Қалайсыздар? Bir сабаққа кіріп Гүлжарат ханым ұшып жатыр еді. Молодец. Керемет. Ризамын. Қуаныштымын. Сондықтан айтып отырмын да жаңағы. Біздің өміріміздің біздің ойымызға байланысты. Қайтсеңіз де, айланып келсе де, бұлай оқысаңыз да, бұлай тоқысаңыз да, бұлай қарасаңыз да, барлығы біз не ойлаймыз? Айгүл ханым, не ойлаймыз, сол болады. Өйткені біз не ойлаймыз, соған көңілімізді бөледі екенбіз. Көңіліміз қайда, өміріміз сонда екен. Одан кейін қадағалаңыздар, көңілдеріңізді қайда жүр? Не ағып жүр? Бұл маған керек па? Керек жоқ па? Керек жоқ па? Басынан бір шет, құйрығынан бір теуіп қуып жіберіңіз. Сен маған қажет жоқсың. Мен сенсіз де мықтымын деңіз. Мен әлемдегі ең мықты патшайыммын, ханшайыммын. Мен патшамын. Мен өз өмірімнің, өз тағдырымның иесімін. Менің қалауым жасалады. Менің қалауым істеледі екен ғой. Онда мен неғып адасып жүрмін? Неге біреудің артында жүрмін? Неге біреуге сеніп жүрмін? Сенімім қайда өзімнің? Бір жақсылап тұрып ойланыңыздар, отырып. Қандай ой келеді? Керек па маған? Жақсы ой ма? Жаман ой ма? Сортировать етіңіздер. Отырып алып. Кәдімгі көп жұмыстарға барғанда сортировать етеді ғой нәрсе. Жақсысын бір бөлек, высший, бірінші сортты бір бөлек, екінші сортты бір бөлек, сол сияқты высшийін алыңызда қалған бәрін істесеңіздер. Жоқ ол жерде. Первый, второй сорт деген жоқ. Высшийін ғана алыңыздар. Бітті. Керек сол сіздерге. Сондықтан отырып ойлайсыздар. Егер де мен патшайым болсам, ханшайым болсам, менің қалауым жасалып жатса, ойлаған ойым істеліп, сөйлеген сөздерім жасалса, мен неғып адасып жүрмін? Неге мен жаман ойлап жүрмін? Неге мен онда қорқа берем? Сұрақ өздеріңізге қойыңыздаршы, өздеріңізге. Қорқыныш жоқ болса, мен қорыққан тез жасалып кетсе, мен неге қорқуым керек? Егер менің ойым болса, мен неге президенттен қорқуым керек? Неге мен бастықтан қорқуым керек? Неге мен анадан қорқуым керек? Неге мен мынадан қорқуым керек?
Мен ғана бұл өмірде болсам, менің айтқаным істелсе, ойлағаным жасалса, тағы да сұрақ. Онда мен не ойлап жүрмін? Содан кейін ойлаңыздар. Онда мен жақсы ойлай берейін, әйтеуір істелетін болса. Момент істелмейді. Еш уақытта, Шәмшия ханым, момент жасалмайды. Бірақ істеледі келешекте. Бірінші моментті ойлайсыздар, бүйтем. Бірақ қайда деген ожидание болмасын. Ожидание жүрген адам жасалмайды. Ол қаша береді сізде. Сіз қуа берсеңіз қаша береді, көлеңке сияқты. Ал тұрсаңыз, келеді. Айтасыз, армандайсыз, сенесіз, жібересіз, басқа нәрсе күліп жүре бересіз. Ол өзі келеді, істеледі. Өйткені Алла тағала оны жақсы жағынан жасап бірақ алып келеді сізге. Соған уақыт керек болады, уақыт. Қайда дей берсеңіз істелмейді. Өйткені сізде сенім жоқ. Күмән көп. Күмән жаман адам құртады. Қорқыныш ол күмәнге айналады, күмән сізде жасала береді. Сондықтан миды қадағалаймыз, өзімізді патшайым сезінеміз. Менің айтқаным заң екен, менің айтқаным орындалады екен, онда мен неше түрлі заңдар шығарайын өзіме. Приказдар жазайын. Мынаны маған алып келіңдер, мынаны маған жасаңдар. Алла тағала менің приказым орындалатын болса, онда менде мынандай приказ, мынандай заңды қабылдайсыз, мынандай правила менде. Бітті. Менің правилам бақытты болу, менің правилам әлемге танымал болу, менің правилам бүткіл әлемнің адамдарына көмектесіп, мықты жетістіктерге жету. Ақша өзі келеді. Ақшаға байланбаңыздар. Байланған сайын ұтыла бересіздер. Мен қанша тексердім, қанша не алдым. Ақшаның соңында жүрген адам ешқандай байыған жоқ. Наоборот, олар мақсат қойып соны істейді, соған ақша келеді де байып жатыр. Түсіндіңіздер ме? Жемқорлар да мақсат қояды. Мен мынаны алдап, сулап ақшасын алайын дейді. Ол мақсат істеледі де содан ақша алады. Түсіндіңіз ба? Бірақ ол арам жолмен табылған жол, ақша айдалаға кетеді. Дарымайды адам. Ол одан кейін қорқынышта жүреді, артынан адам түседі, сонымен өліп кетеді, тез кетеді. Ал шын ниеттен, шын жақсы мақсат қойып, міне, мысалға барыңыз, бір кішкентай мақсаттан бастаңыз, ертең шу алам дейміз. Осындай шубы көзіңізге елестетіңіз. Яғни мен патшайыммын ғой, мен шубы киім керек қой. Значит, мен шубы алуым керек. Онда мынандай шуба болсын, мынандай болсын деп барып көріп, киіп көріп, сипалап көріп кетіңіздер. Осыны алам деп кетіңіз. Бағасын айтып кетіңіздер. Ол $1000 тұрса айтыңыз, $500 алам деп кетіп қалыңыз. Бір айдың ішінде аласыз. Жетесіз, оңай. Менде солай болды. Айттым ғой, куртка алғым келді. Бір магазинге барсам, кожаный куртка. Кисем 117 мың ба, сондай тұрады екен. Мә, осы 50% скидка болса алам деп кетіп қалдым. Кидім, ұнады. Бір айдан кейін жаңа магазин қайтып барып басам, сол курткам әлі тұр. Мә, бағасы түскен шығар деп қарасам, 59 мың теңгеге түсіп тұр. Мына күшті екен деп, ең тағы кішкене түсіріп берсе екен десем, магазинші қыз келіп тұр, алғыңыз келіп тұр ма дейді. Я десем, мен қазір несін қарайын, егер ең соңғы болса, тағы 10% скидка дейді. Сөйтіп 39 мың теңгеге алдым ғой. Міне, істеледі, просто қорықпаңыздар. Айтыңыз да кетіңіз. Бір әйел Европада көшеде бір қыздың үстінен мықты көйлек көрді. Алғысы келеді. Мына көйлекті мен алғым келеді деп қызығады қатты.
армандайды. Сөйтіп кетіп қалады, ұмытып кетеді. Бір күндері бір вообще пробка болмайтын жерде, бір магазин жерінде пробка болып қалады. Сөйтіп ана күтіп тұрып терезеге қараса, ана манекенде тура сол көйлегі киіліп тұр. Машинені стаканға қояды да жүгіріп магазинге кіреді. Сөйтіп кіріп жаңағы көйлек сұраса, біз білмейміз дейді. Бұл көйлек адасып келген көйлек дейді. Вообще бұны заказ берген жоқ. Біздің товардың ішіне кетіп қапты дейді. Қанша ақша берсеңіз де беріңіз, алып кете беріңіз деймін. Қалай істеледі, сіздер түсінбейсіздер. Қалай келеді білмейсіздер, әйтеуір келе қалады. Сол үшін сіздер патшайым болу керексіздер. Қалауларыңыз істейтінін түсіну керексіз. Ол үшін не істейсіздер? Иықтарыңызды артқа тастап, көкіректі алдыға шығарып, басты алдыға көтеріп, мен патшайыммын дейсіз. Еще көкіректеріңіз көтерілгенде қалай болады? Әдемі болады. Сондай боласыздар. Сондықтан барлық сіздердің қолдарыңызда. Сіздің қалауыңызбен, сіздің тілеуіңізбен, сіздің жақсылығыңызбен. Көп адам адасып жүр. Қалай? Бәрі Алла Тағаланың қолында дейді. 8 миллиард адамды Алла Тағала қайтып көреді. Қалай көреді? Алла Тағала қалаушымыз ғана. Жақсы көремін мен, қадірлеймін, сыйлаймын, бірақ ол менің қалаушым. Не қалаймын, соны жасайды. Не ойлаймын, соны жасайды. Ол білмейді сізге не керек екен. Қанша жас екен білмейді, бірақ беріп тастаған сізге. Топырлатып, байлықты да, ұзын үлкен, ұзақ өмірді де берген. 1000 жаса деп берген. Біз оны не істедік? Мимен әр нәрсеге сеніп, әркімнің айтқанымен өміріміздің талқанын шығарғанбыз. Сондықтан миға қожайын боласыз, айтасыздар. Мен қожайынмын, мен қожайынмын, мен патшайыммын. Бұдан кейін менің приказымды жасайсың. Менің айтқаным заң болады саған, соны істейсің. Ал ми не істейді? Ол хитрый. Ол жалқау. Ананы алдайды, мынаны алдайды, сізді алдай береді. Бірақ оған кеш-кешен айта бересің. Жоқ, мынаны істейсің. Жоқ, мынаны істейсің. Мен ол істейді. Сондықтан өз өмірлеріңіздің қожайыны болыңыздар, патшайымы болыңыздар. Қалау сізден, орындау Алла Тағаладан. Соны мұнда түсінік беріңіздер. Жүрекке түсінік беріңіздер. Негізі бәрі бар сізде, барлығы бар. Барлығы берілген. Тұр просто. Ал сіз соны алу үшін 1000 жолға түсіп ағасыздар. 1000 жолға. $1,000,000 алу үшін сіз ойлайсыз. Миға ойын керек те, ол ойлайды. Бірінші лестницамен шығуымыз керек дейді. Прямой аласауға болмайды. Болмайды ол дейді. Ойнауымыз керек қой дейді. Қызық емес қой дейді. Барып ала салу дейді. Ойнау керек. Бірінші лестницаға шығасыз, анаған барасыз, мынаны істейсіз, бүйтесіз, сөйтесіз деп айтады. Негізі тұр, дайын тұр сіздікі. Баяғыда Вадим Зеланд айтатын. Мен соны көп тыңдадым. Любой қалауыңды киоскқа барып газет алған сияқты барып ала бер дейді. Ештеңе ойлама дейді. Просто шықта барып ал дейді. Оны қиындатпай қой дейді. Біз не істейміз? Бірден алу үшін ақша керек дейміз. Ақшаны кімнен алам? Кредит алам ба? Анадан сұрайым ба? Мынадан бүйтем ба? Өйтем ба? Енді алғаннан кейін қалай барам? Оған қимай қаласыз. Сол мақсатқа келді ме, алыңыз соны. Оған келгенде ми айтады, ананы ала тұрайықшы, арзандау екен. Анау үшеуін алсақ, мына біреудің ақшасын үшке бөліп алады екенбіз дейді, ми. Содан кейін сіз үшеуін алып кетесіз, жаңа мақсат. Екінші рет айтқанда алдайсың дейді. Сен өтірік айтасың.
Сен ана жолы алған жоқсың, басқа жаққа жібердің дейді. Сондықтан неге мақсат қылдыңыз? Кеп тұрма ақша, соны барып алыңыз. Ол соның инструменті. Орында болу керек екен. Сол үшін сіздер өздеріңіздің әлемнің патшайымсыздар, ханшайымсыздар. Сіздер қалайсыздар? Ол жасалады. Алла, маған 2 миллион керек. 2-ақ миллион ба? Қазір 2 миллион керек. Болды, жазып қойыңыз. Неге 2 керек? миллион Тошын керек. жазыңыз. Неге керек екен? Жазып қойыңыз. Істеледі. Сондықтан қалауларыңыз болады. Оған сенесіздер. Только сенесіздер. Сенгеннен басқа ештеңе жоқ. Мұнда Гүлшат ханым, Гүлдария ханым, ашсаңыздар видеоларыңызды. Пользователь зом деген кім еді? Кеше бір көрген. Сол үшін Мырза, Гүлназат ханым тек тыңдай алам, бүгін не болып жатыр дейді, қонақтар кеп қалды дейді. Жарайды, мұқият тыңдасын. Мұқият. Бүгінгі сабақтың өзі де күшті болады. Өте керемет. Сол үшін енді міне, қалай өтті күндеріңіз? Қалай жеттіңіздер? Бүгін жасадыңыздар ма? Патшайым болдыңыздар ма? Өмірлеріңізде қалауларыңызды істетуге тырыстыңыздар ма? Айтқандарыңызды жасатуға көрдіңіздер ма? Талпыныс жасаңыздар. Істей беріңіздер. Бүгін істелмесе, ертең істеледі. Ертең істелмесе, арғы күн істеледі. Тоқтатпаңыздар. Тоқтатпаңыздар. Өйткені сіздерге ең жақсы жолмен жасау үшін Алла тағала план құрады. Бәрін реттейді, бәрін жөндеу керек. Соған уақыт керек болады. Ал ол сізде сенімсіз пайда болса, онда керек жоқ екен деп өшіріп тастайды. Зачем тағы да қаншама күн іздеу? Сондықтан тоқтатпай жасай беріңіздер. Істелмесе де сеніңіздер. Істеледі деген нәрсе. Істеледі. Енді алғашқы сөзді мен тағы да бүгін Шәмшия ханыма беремін. Ол кісі ең бірінші кіріп алып отқан, ең ғажайып жан, ең мықты жан, елден бұрын келіп отыр. 10 минуттан күліп жатырмын, қашан байым дейді ғой ол кісі. 70 жыл күлмеген адам 10 минутта күліп сразу байымайды. Атиябы 21 күліңіз тоқтатпай. Сондықтан алғашқы сөз алтын микрофон бриллиантпен қапталған ыстық күйінде мен нағыз патшайым, нағыз ханшайым, әлемдегі ең бақытты жан, асылда ардақты жан, бүткіл әлем сыйлайтын ең керемет ана Шәмшия ханыма бергім келеді. Ура! Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Мен аздыкен ақпарат алдым осы супер джемптан, интернеттен. Евгения Довганың ойлап шығарған проектісі екен. Владимир Өзі уақытысында туған проекті деп ойлаймын, себебі ковидтан кейін адамдар бір түрлі болып қалды ғой барлығы, екесті болып қалды да. Сол адамдардың өзін-өзі жинақтап, өзін-өзі жинап алу үшін шығарылған дер кезінде жасалған жоба. Дұрыс айтасыз. Бұл жерде байлыққа барудың жолы бар сияқты, ақша табудың жолы бар сияқты. Сондықтан бастадық, енді бұны тастамай аяғына дейін бару керек. Ең бастысы, Шәмшия ханым, бір ауыз сөзіңізді бөлейін, шынымен де миллиардер болғыңыз келе ме? әрине. Онда осы жерден адам шықпайсыз, шықпас үшін лицензия аласыз. Бітті, содан кейін мен сіздерге үйретем, көтерем, көмектесем, ертең бір жылдан кейін миллиардер болып отырасыз. Әмин, әмин. Сондықтан қыздар, бәрімізде керемет сұлу қыздармен бірге отырмын. Мынау көктемнің жарқыраған күнінде өте қуаныштымын. Бәріңізге табысты тілеймін. Өзіме қалай сенсем, сіздерге де сондай сенемін. Себебі сіздер қарапайым жай адам емессіздер. Алдарыңызға мақсат қойып, алға ұмтылып, ертеңгі күнді ойлап отырған патшайымсыздар. Ура. Сондықтан осы жүйе мырзаның соңынан қалмай,
айтқанын жасап, жекесіне шығып сұрақтар қойып, Уф, сабақтың үстіне қоймаймыз ешқандай сұрақ. дұрыс айтасыз. Тек қана жұмыс істейік қыздар. Бір жылдың ішінде миллиардер болсақ, оның несі жаман? Құйған Осыған ақшаңызды сенеміз. бір-ақ айда қайтарасыз. Бір-ақ жетті Тамаша. қайтарасыз. Сізге байланысты. Тамаша, айтқаныңыз келсін, иә. Сондықтан қазір Енді мен өзімнің ойымды айттым, пікірімді, ниетімді білдірдім. Келесі сөзді Камшат күн қалма шұғыласы жүзбен төгілген, Камшат қалма беріңіз, камшат. көзін ашты. Камшат қалма беріңіз, камшат. Иә. Көзін ашса, көзінен жұлдыз төгілген. Көзін жұмса, айдың толықсыған ай туған. Өзі қалтасы толған ақша, жүзінен нұр төгілген, денсаулығы мықты, өте бақытты адам, мақсаты зор, бүкіл Қазақстанның атын әлемге шығарған, бүгінгі қарапайым өмірден ертеңгі үлкен мәртебеге жеткелі тұрған Камшат ханымға бергім келіп отыр. Қандай күшті. Ура! Камшат ханым, қандай күштісіз, сіз молодец. Иә. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Камшат ханым, Өте сәттілікпен керемет айттыңыз ғой. Тіпті мен мынандай естімеген сөздер шы. Соған сенем, қатты сенем. Себебі Рахмет. бәріміз күліп жарқырап отырсыздар да. Бүгінгі қарапайым өмірден деп сіз не деп айттыңыз? Келешек. Ертеңгі бай бақуатты өмірге жететін, тамаша. Ертегі сияқты өмірге ұмтылып отырған ертеңгі. Рахмет. Керемет сөздеріңіз. Я сол жұмыстан келе салып, жаңағы ұйқымыз келіп қалып отырмыз ғой. Камшат ханым, бір ауыз сөзіңізді жіберейін. Сіз енді екінші рет сабақ алып отырсыз да. Сәттілік пен достық әрқашан бізбен бірге, бақыт пен байлық біздің тағдырымыз деген сәлемдесуді ұмытпаңыз. Сәттілік пен бақыт бізбен бірге. Достық. Сәттілік пен достық, Сәттілік пен достық бізбен бірге, байлық пен бақыт бақыт біздің тағдырымыз. біздің тағдырымыз. Ертең сіздің Келесі тағдырыңызға жолы айналады. тоқтамай айтатын боламын. Осыны айта берсеңіз, тағдырыңызға айналады сол. Я, айта берем. Жаттап алам ғой, жазып қоям. Күшті, молодец. Біз негізінде жақсы сөздер айтуға қорқамыз ба, сондай екен да? Сондай болып кеткен. Я. Дәл сіз Жігер мырза айтып жатырсыз. Бүгін бізде офиста сол дайындық болды. 2 күн бойы мен енеме қызмет етіп, енеме қарадым. Ол Молодец. кісі ауырып жатыр, төсек тартып, соны кішкене қарап, 2 күн сойды жүрдік. Сонда да арасында оны айтқан жоқпын. Енді сіз жаңа айтып жатырсыз ғой, не қалайсың соны, егер $1000 тұрса, соны $100 алуға болады деп. Ол шынымен де біздің өмірімізде тура сондай болды негізі. Я, біздер қай жаққа барсақ та, Меккеге барсақ та, елдің бәрі Меккеге бір адамның өзі 700 мың, 1 миллион теңгеге барып жатса, біз бір адам, еще тамағымыз да бар, алған заттарымыз да бар, 350 мың теңгеге бардық қой. Міне. Сонда бір чудо сияқты болды ғой ол бізге. Қалтамызда ақша жоқ болса да солай бардық. Оп-оңай екен, сөйтсек бәрі де. Я, сосын жаңа той жасап жатырмыз, киім керек деп жатырмыз. Келінімізбен тойға арналған көйлек іздеп жүрсек, жаңа бір жерге бардық, объявлениемен барсақ, 50 мың теңгеге көйлек тұр ғой. Ананы киіп қалса идеально келіп тұр. Соны айтады ғой, ана қыз, аренда алсаң да 50 мың, сатып алсаң да 50 мың дейді ғой. Біз бар ғой, бүкіл жерге бардық, негізі 300 мың, 150 мың деп тұрған. Сөйтіп біз 50 мыңға свадебный көйлек сатып алдық. Сондай. Біздің өмірімізде негізінде жиі кездеседі. Енді бірақ сіздің сабағыңызды өткенде алдық қой. Өткен аптада біз магазинге бардық. Магазинге барып, мен бірақ 2-3 сабаққа қатыса алмадым.
сіздің сол магазинге барып, магазинде жүрсем, жаңағы бұрын біз алып жүретінбіз Мырзекеңе нелер, костюмдар. Енді германский костюм алдық, одан кейін турецкий костюм. Ол костюм 60 мың теңге, біреу 150 мың теңге тұратын. Содан костюмдар тұр. Сол костюмды ана қыздар айтады, именно бүгін скидка болып жатыр. Костюм 5 мың теңге дейді. Сол мен айттым, қойыңызшы, қайдағы 5 мың? А менде қолымда 20 мың теңге ғана болған. 5 мың теңге дейді, қайдағы 5 мың еді? Өтірік айтпаңызшы десем, шын дейді, бүгін ғана скидкаға 5 мың теңгеге қойып қойған дейді. Сосын қолымда 20 мың теңге бар, 20 мың теңгеге 4 костюм шалбар алып төртеуінде үйге алып келсем, Мырзекең жоқ, үйге алып келсем, Мырзекең киіп көріп жатыр, төртеуі де дәп-дәл ғой сол кісіге. Мен айтамын, сіз кимесеңіз де біреуге сыйлаймыз. Бұл 50-60 мың теңге тұратын костюм шалбар ғой, турецкий, әдемі, еще күшті. Содан 5 мың теңгеге мен 4 костюм шалбар алып қайттым ғой. Менде болды солай. Менде болды. Бір жерден көрдім 125 мың теңгеге. Басқа жерден 28 мың теңге таптым. Тура сол. Осыны алам дедім мен. Алдында куртканы алып үйрендім ғой. Анан алам дедім. Өте арзан бағаға алам деп кетіп қалдым. Сен. Бір жерге барсам, костюмдердің ортасына кіріп кеттім. Тура сол материал, сол костюм бәрі тұр. Қанша десем 28 мың дейді. Тура сол, мен 5 мың теңгеге кім сенеді? Мен шындығымды айтып тұрмын, что 5 мың теңге мен қолымда 20 мың болды. Сразу ала салдым, ертең біреуге болса да, біреу папама болса да деп бір кіші размерін сөйтіп 4 костюм шалбар алдым ғой мен. Төртеуде 4 түрлі тұр, бәрі турецкий, мықты, который 60 мың, 70 мың теңге тұратын костюм шалбарлар ғой. Көрдіңіз ғой, Сондай история. Енді қараңыз, Камшат ханым. Оны көп адам айтады, мне повезло дейді. Бір аяғы асты маған повезло дейді. Ойлаған жоқ, ол өзі ойлап армандаған да. Армандап бір арзанға бір күшті костюм тапсам, осындай бір не алсам деп армандаған ұмытып кеткен да, бірақ мне повезло, үстінен түсіп қалдым деп жүреді. Шынымен де сіз қаладыңыз сол. Сол қалауыңызды қай жерде қалай орнататынын білмейсіз, бірақ алдыңызға алып келеді тура соны. Істеледі. Армандап. Сондықтан мен сенімдімін. Молодец. Бұл әлемде бір күш барына. Және де сен жеңіл қабылдап, сен соны сондай алам десең алатыныңа. Ол рас енді. Жасалады көресіздер. Сондықтан менде әрқашанда сол жолымда сондай кездесіп қалады, солай, сондай қызықтар болады неше түрлі. Короче, мен жүрген жерім ғажап, ертегі ғой. Ой, молодец. Міне, солай өмір сүру керек. Солай өмір сүру керек. Менің жүрген жерім бәрі ғажайып, менің өмірім ертегі, менде бәрі болады, ой, деп кете беру керек. Болды. Мен айтам, менің өмірім, мен ойлағаннан да ғажап деймін. Міне. Ал біз не істейміз? Қиындатамыз. Ой, қаяқтан болмайды ондай деп. Қашамыз, қорқыныш. Қорқыныш жоқ негіз. Ол жай елес. Ризамын сізге, молодец. Енді тоқтатпаңыз, күнде жасай беріңіз, білімдерді ала беріңіз. Неше түрлі түсінік келеді, жолыңыз ашылады, жағдайың жақсарады, денсаулығыңыз күшті болады. Главный энергияда жүресіз, постоянный энергияда жүресіз. Жақсы, ризамын. Енді Гүлжанат қалмай беріңіз сөзіңізді. Енді мен сөзімді әлемдегі ең ғажайыптарға лайық патшайымның патшайымы, басында тағы бар, астында тайы бар, қалтасында байлығы бар. Сондай
алтынға көміліп атқан Гүлжанат ханымға сөз беремін. Ой, рахмет, мейір махаббатпен қабылдадым. Расында сондаймын. Сізге де сол жақсылықтың бәрін өзіңізге тілеймін. Сәттілік пен достық біздің жолымыз, бақыт пен байлық біздің тағдырымыз. Мені күшті қылып қойды осылай. Жігер мырза мен Салтанат ханым мені осындай дуалап күшті қылып қойды деп отырады. Жақсы, өте ризамын. Шәмші апай қандай күшті, міне Шәмші апайым менің ақын ғой. Халықаралық Алаш сыйлығының лауреаты. Анау мынау жай кісі емес бұл кісі. Талай кітапты оқып тастаған. Ана баста деген ми деген жетеді, білім деген жетеді. Тіл аузындан неше түрлі маржан сөздер төгіледі бұл кісінің. Керемет көптеген кітаптың авторы. Сондықтан мына Шәмші апай өзі бүгін ізденіп, мына біздің қандай адамдар мынау, қандай компания деп өзі барлығын түсініп алыпты. Қандай керемет, міне осы жерде міне жарқырап патшайым болып жүрмейміз ба, апай? Бүкіл әлемді аралап, ақша деген қалтамыз доллар, миллион, миллиард, өстіп лақтыра саламыз, магазиндердің бәрін көреміз. Парижде түстеніп, Миланда кешкі тамағымызды ішейік, сөйтіп қыдырып жүрейік. Біз кімнен келміз? Соған лайықпыз ғой. Біз лайықпыз ғой, өйткені біздің жүрегіміз ақ, көңіліміз таза, халқымызға деп осы барымызды жасап келе жатырмыз, иә? Гүлжанат, бір ауыз сөзімді бөліп кетейінші. Айтыңыз. Сен дайын тұрған миллионерсің ғой, дайын тұрған миллиардерсің. Жаным Просто сол. көзін тазалайсың. Барлық мінез құлқың бәрі келеді. Ау, мен айтқаныңыз келсін. Міне, сіз міне көреген менің әпкем Қызылорданың қызы, әулиелер шыққан жердің қызы. Айтқан сөзі дуалы, көзі көреген, мені көріп тұр, миллионер, миллиардер болатынымды көріп тұр. Сондай екенімді айтып отыр. Мен енді апамды қасыма ертіп алып, екеуміз шляпаны киіп, бүкіл жаңа шетелді аралап қыдырып жүреміз. Әрине. Болды, міне. İşte. Ешқандай ойланбаймыз, барлығы келе береді. Біз тек былай, бізде ақыл көп қой. Бүйтіп айта саламыз халыққа. Ақылымызды айта саламыз. Бітті, оның бәрі миллион ақша болып түсе береді бізге. Құдай қаласа. Міне бізге қазір Гүлназат қосылды, иә? Гүлназат қыз қосылды. Керемет ақылды қыз бұл да. Иә. Өте қуаныштымын. Мына Кәмшат ханым 8 наурыз мерекеміз құтты болсын. Міне гүлдің ортасында отыр, нағыз патшайым болып бүгін міне. Артында гүлің вообще қызыл. Өзің бер жағында күліп отырсың жарқырап. Менің өмірім, мен ойлағаннан да ғажап деген сөзіңізді жазып қойдым, Кәмшат ханым. Патшайымның сөзі бұйрық. Менің өмірім, мен ойлағаннан да ғажап деген сөзді жазып қойдым. Молодец. Әмин. Ал, Гүлжанат ханым, Гүлзанат ханыма беріңіз. Менің сіңлім, аттасым, менің Гүлназат, кеше ондай ат жоқ. Гүлназат деген атты мен бір жерде естіп тұрмын. Сондай нәзік, сондай әдемі, сұлу сіңліме осы біздің көшімізге еріп, бізбен бірге команда құрып бәріміз бай, бақытты, бақуатты, миллионер, жолы болғыш, көшбасшы болатын үлкен бақыт жолына, үлкен мақсат жолына түскен Гүлназат ханымға сөз берейік. Mikrofonunuz var şimdi, mikrofon. Үйреніп алыңызшы микрофон қайтып ашатын көріп алыңыз. Бүйтіңіз. Бүйтсеңіз ашылады. Телефонында болмай тұрған шығар. Ашылды. Көреді ғой бағаным мен. Ой, Гүлназат. Күшті. Кітабын дайындап, жазатынды жазып, түртіп отырмын. Ой, жаным. Ауыздарыңыздан шыққандарыңыздың бәрі міне амандасу, мен бақыттымын, бай дәулеттімін, менің өмірім, мен ойлағаннан да керемет, ғажап, байлық, бақыт, менің тағдырым, менің денсаулығым мықты, шүкір деп сондайды өзіме алдыма не қойып алдым, программа. Дұрыс. Иә, солай. Күлкі жаттығу жасадыңыз ба?
Ох, бүгін күлкі жаттығу жасай алмай қалдым. Таңертең жұмысқа кеттім. Содан кейін міне енді кішкене ғана нетіп отырмын. Бірақ оқыдым. Жұмысқа Енді былай барасыз ба, күліп барсаңыз, жүресіз ба, ыржиып жүріңіз постоянно. Өмірге довольный болып жүре беріңіз, болды. жоқ, бүгін мен сондай бір сабырлы болып жүрдім. Кешегі эфирдан кейін энергиям тасып, күшті жеңіл жүрдім. İşte. Мен күнді таңертең давлениямды өлшеймін, сәресіне тұрған кезде асып, колебация шкаладан көтеріліп тұратұғын. Бүгін таңғы 4-те өлшесем, вообще норма отличный болды. Одан кейін 8-ден кете жұмысқа кеттім. Өлшегем жоқпын, внушать етпеймін дедім. Осы таңғы керемет көңіл күймен немен кете берем дедім. Өзіме мына жерге программа қойдым. Дәрімді ішкен жоқпын. Сәресінде обязательно таблеткамды ішетұғым. Күнді. Кешке дейін ұстап тұру керек қой. Ауыз ашуға дейін 5:30, 5:46, бүгін аштық. Соға дейін дәрімді ішкем жоқпын. Таңертең давлениямды өлшеген жоқпын. Сол таңғы 4-те өлшеген күйі сол программаны мына жеріме кіргіздім да, дәрімді ішкем жоқпын. Мен неге ішем? Бүйткені менің қан қысымым норма. Таңертең мен ойлағаннан да норма болды. Сосын сөйтіп кеттім. Енді кешке дейінге Алла тағалаға бір өзімді бір неттім, дайындадым да жұмысқа кеттім. Соны кешке жақын келіп, жұмыстан енді, бірақ жұмыста сондай бір энергиям тасып, сондай бір жеңіл жүрдім бүгін. Білмеймін, отырмадым, айтты, ары жүріп, бері жүріп, в общем, жүрісте жүрдім. Бірақ ешкіммен ұрысқан жоқпын, ешкімге ренжіген жоқпын. Ішімде, бірақ көңіл күйім тамаша болды. Молодец. Өте кеш. Содан кейін кешке жақын келдім. Уже ауыз ашарға келген кезде бір стакан суымды ішіп алдым да, қойшы, өлшеп бір тексеріп көрейінші. Таңғы 4-тен бері қарай уже біраз уақыт өтті ғой. Десем, нормада тұр. Кішкентай ғана бір аз-маз ғана, бірақ вообще нормада тұр. Сосын дәрімді тағы да ішкен жоқпын. Мен айттым, Аллаға шүкір, кешегі алған, сіздерден алған энергиям, сіздерден алған мотивациям, мен өзімді бір жетелеп, бір құстың қанатына мінген адам сияқты болып жүрдім ғой. Құдайға шүкір, соған өзім таң қалып отырмын бүгін. Ура! Жақсы оңай екен, Оңай екен. Қолымызда екен. Өзіміздің қолымызда екен. Мен соған, бүгін 15-ші күн ба, ораза ұстап жатқанымызға, 14 күн мен күнді таңертең дәрін ішіп жүрдім. Кешке жақын өлшем кішкене колебация түсіп, тағы да дәрін ішіп жаттым. Бүгін таңертең норма, кешке жақын норма, вообще басым ауырған жоқ. Погодаға да, сондай бір погодада бір қысып тұр. Сондай дейін, Құдайға шүкір, енді ол бір Алланың құдіреті шығар деп ойлап тұрмын, өзім. Жақсы. Ең бірінші. Одан кейін мына сіздерден алған күш қуатым, энергия. Энергия деген ол адамға энергиясы көп адам, ол денсаулығы мықты деген адам ғой. Енді қараңыз, энергия, түсіндірейін, да? Энергия. Мынау бір батарейка, мынау екінші батарейка. Бір батарейканы қойсаңыз, жанбайды ештеңе. Екеу қосса жанады да? Екеумен істейтіндерге. Ал егер ол энергиясы толып тұрса, не істейді? Постоянно жарық жақсы болып тұрады, да? Жарқырап жанып тұрады. Анау енді батарейкасы азайғанда жарық азаяды. Батарейкасы вообще азайғанда жарық сығырайып қалады. Адам сол. Давление деген жоқ. Сіз оны өлшей берген сайын ми айтады. Давлениені қалап тұр екен деп жасай береді. Ал өлшемейсіз, ұмытасыз, дәрін ішпейсіз, ештеңе істемейсіз, жүре бересіз, ұмытылып кетеді. Жоқ, просто энергияны көтеріп аласыз, ұшып жүресіз. Давление неге түсіп көтеріледі? Энергия жоқ болғаннан кейін. Ол біресе көтеріліп, біресе түседі. Не істерін білмейді. Кәдімгі скачка. Энергияның скачкасы. Ал энергияның постоянно бір қалыпты жоғарғы деңгейде ма? Бәрі бір қалыпты жұмыс істейді. Барлығы. Түгел. Иә. Қуаныштымын, ризамын сізге. Рахмет, сондай бір кеше керемет бір мотивация, сондай бір ұйқымда бір қанып тұрған адам сияқты, бір сондай бір жеңіл оянып, жеңіл тұрып, осы өзіме бір ниет. Одан кейін сіз айттыңыз ғой, былайна бастарыңызды төмен салбырап жүрмеңіздер дедіңіз ғой. Көтеріп жүріңіздер, иықты көтеріп жүріңіздер, жоғары қарап жүріңіздер, төмен иілмеңіздер дедіңіз ғой. Мен тек қана тік жүрдім бүгін. Молодец. Осылайынан Керемет. өстіп.
мына иығымды өстіп көтеріп жүрдім. Молодец. Кішкентай қанды розым жібермей тұр. Соның өзінде өстіп жүрдім. Одан кейін Ақырын, ақырын, жаттығу жасадым өстіп. Мен саған келеді. өзімді өзім кішкене талпындырып, в общем, керемет кешегі мотивацияң. Содан кейін ана кешке жақын эфир біткеннен кейін қоштасып, сосын кейін Айкүл апайға жаздым. Сіз эфирде болмадыңыз ғой, апай десем, жоқ, мен болдым дейді, бірақ интернет дұрыстамай, менің түрім көрінбеді дейді. Сосын кейін жаздым мен, эфир деген күшті болды, тамаша болды. Өзім сондай бір керемет әсер алдым. Өйткені сіздердің командаларыңыз, осы командаға кіргенде барлықтарыңыз гүл-гүл жайнап, жарқырап отырыңыздар. Барлықтарыңыздан энергия, күн сәулесі, нұр шашылып тұрды ғой, соны мен өзіме қабылдадым өстіп. Сізден де күшті энергия Бүгін де болып сондай тұр. болып тұр. Қазір сізден де күшті энергия болып тұр. Ай, рахмет, рахмет, Молодец, ризамын сізге. рахмет. Өстіп камераны ашасыздар да, энергияны аласыздар. Камераны ашасыздар, жақсылықты аласыздар. Өйткені көзбен көріп отырып, бәрін естіп отырып істеген нәрсе жақсы. Сізде ашыласыз, сізге барады энергия. Ана жағында тығылып отқанда біз энергияны жібермейміз сізге. Бермейміз. Неге? Сіз көріп тұрған жоқсыз ғой. Қалай береміз? Қай түріңізге береміз? Қандай мүсініңізге береміз? Қалай? Сондықтан адам ашық болады, әлем оған ғашық болады деп бекер айтпайды. Ашық жүрген адамды Алла тағала да көреді. Өйткені сіз ашық болған кезде жанып жүресіз, жарық боласыз. Жарықты Алла тағала тез көреді. Содан кейін сізді жамандардың арасына алып, жарықтардың ортасына қосады да, сіз анау мыңдаған лампышкасы бар люстра болып шыға келесіз ғой. Иә. Рахмет. Күшті. Ризамын сізге, қуаныштымын. Күшті. Иә, рахмет. Маған сөз беріңіз. Керемет. Ал енді Жігер ханым. Мырза, Ой, Жігер мырза ханым болып кеткен Ойбай. баяғыда. Ой, мен айта берейін. Жігер мырза, Ханым болған. уже мен деген немнің барлығын, ой санам, түп санамның барлығы бір жақсы жаққа ауып, сондай бір әсер алып, сіздің сөзіңіздің өзінен бір энергия, мотивация алып, вообще ер адамдарда энергия көп болатын сияқты менің ойлауымша. Тек ханымдарға қарағанда. Сіздерге береміз. Сол Жігер мырза, сіз деген жарқырап отырған бір отсыз, шашуыңызды шашып отырсыз, нұрыңызды шашып отырсыз. Біздің мына келе жатқан мейрамымызда қыздар энергияны алып, керемет бір сондай мықты сезіммен, күш жігермен, көңіл күйіміз керемет болып, потолок болып, былайнан ұшып, қанатымыз осылайнан самғап, сондай бір керемет энергияны беріп жатырсыз. Сізге көптен көп рахмет, алғысым шексіз. Бүгін де бір керемет сондай бір кішкентай кешіп кірсем де, соған қайта алаңдап, сіздің неңізді тыңдағым келіп, энергияңызды алғым келіп, барлықтарыңызбен қауышқым келіп, осы кешіксем де кішкене кіріп, сол сізге енді бір керемет сондай бір жақсы бір өзіңізден тағы бір от шашуыңызды, бір энергияңызды бізге шашып, біз алып, ертеңде бір керемет сондай әсерде жүретіндей халге жеткізіңізші бізді, қыздар қауымын. Рахмет, жеткіземін, істеймін. Супер. Бірақ сіздер тыңдап қана қоймай, іс-әрекет жасап, соны істесеңіздер, онда шынымен ол болады. Менікі жай көмектесу, айтып түсініктіру, түсінік беру сіздерге, жолдарын көрсету, ал ары қарай алып кету, жүру, жасау сіздерден ғана. Алла тағаланың өзі айтқан, сен өзгермейінше мен сен өзгерте алмаймын деген. Алла тағаланың қолында жоқ. Ол көмектесуші, жасап беру сізге, бәрін орындап береді. Не тілейсіз? Білмейді сізге не керек екен. Миыңыздан алады. Сондықтан миыңызда жақсы ғана болсын. Қорқыныш болмасын, күмән болмасын. Болады менде. Менің қолымнан келеді. Мен бәрін жасай аламын. Өйткені мен патшаймын деңізші, болды. Бар сол ғана. Қиын емес ол. Бірақ айта бересіз. Түп санаңыз түсінекті бәрін жарқатсын. Аумин. Ризамын сіздерге, қуаныштымын. Алғысым шексіз. Рахмет. Сізге де рахмет. Менің көмегім тиіп жатқанда мен ризамын. Аллаға алғыс айтамын. Рахмет. Одан да күшті. Мынау супер жамп деп
бекер атын қойған жоқ. Супержамптың өзін түсінуге болады да. Келешекке секіріс деген нәрсе. Ағылшынша супержамп. Қазақша келешекке секіріс деген. Орысша квантовый прыжок деген. Бұл тазарту, шынығу, ерік деген нәрсе. Өзіңізді тазарту, шынықтыру, ерік болу. Еркін, еркін. Өздеріңізге күнде айтыңыздар. Мен ешкімге тәуелді емеспін. Маған ешкім тәуелді емес. Мен еркіндіктемін. Мен боспын. Өзім білем. Не қалаймын, не ойлаймын, не айтамын. Менде бәрі жасалса, значит, мен өзім шешімді. Өзім қабылдаймын шешімді. Менде бәрі бар екен ғой деңіз. Сонда әлемде өткен ана кім айтқан екен? Махатма Ганди әлемде дейді. Барлық адамға жететін ақша бар дейді. Асып тасып. Бірақ соны көзі тоймайтындарға жетпейді дейді. Көрдіңіз ба? Көзі тоймайтындарға жетпейді. Қанағаты жоқ адамға. Қанағаты жоқ. Сондықтан әр нәрсеге қанағаттаныңыздар. Барыңызға разы болыңыздар. Жоғыңызға да риза болыңыздар. Өзі келеді, өзі істеледі. Сөйтіп күнде айтыңыздар. Мен барыма да разымын. Алғысым шексіз. Жоғыма да разымын. Алғысым шексіз. Алла береді, бәрін береді. Беріп қойған сіздер. Бар ол сіздерге. Просто адасып жүрміз. Енді орындарыңыз, жолдарыңыз табасыздар. Бірінші өздеріңіз табасыздар. Ішкі дүниеңізде еркіндікті орнатасыздар. Тәуелді ештеңеге, ақшаға да ештеңе тәуелді болмаңыздар. Просто менде бар деген емін еркін өмір сүріңіз. Сонда жаңағы, бұл жаңа атқаны, шляпаны киіп аласыздар да Европада жүресіздер. Спокойно. Қай жерге барасыз? Барлық жолдарыңыз ашылады. Оңай. Тез болады. Сондықтан бүгінгі біздің сабағымыз сау бол, жаттығу. Бүгін біз денені ғана емес, сананы да чынықтыратын сабақ болады. Өте күшті. Сау бол, бұл су емес, бұл қорқынышты жеңу. Орысша айтқанда будь здоров деген, бүгін сумен тәнімізді тазалайтын боламыз. Жанымызды тазалайтын боламыз. Бір Довгін барып Манақтан сұраған ғой, Владимир Викторович, біздің основатель. Почему будь здоров? Он чем поможет деген ғой? Дейді, соны айтқан. Если сен ішіңді тазалағың келсе дейді, дәретке барасың дейді. Теріңді тазалағың келсе, моншаға, душқа түсесің дейді. Ал жаныңды, тәніңді тазалағың келсе, онда сау бол жасайсың дейді. Обливание жасайсың дейді. Көрдіңіз ба? Өйткені суық су құйған кезде адам тітіркенеді да жаңағы үстіндегі негатив кетеді, түгел түседі. Тәніңіз тазаланады. Қорқыныш кетіп құйған кезде айғайлайсыз, дегенде жын шайтанның бәрі қашып кетеді. Түгел қашып кетеді. Сондықтан су бол, тазалық символы су деген. Су деген энергия, су деген жаңару. Судың памяти мықты екен, өте күшті екен. Не айтасыз суға, соны сізге жасайды екен. Өйткені сіздің денеңіз 70% судан тұрады. 70% су. Сол судың ішіндегі память сізді жақсартады екен. Егер өзіңізге кеш-кешен айта берсеңіз, еще суға айтып тұрып ішсеңіздер, ол сізге дәрі болады. Жаңа Гүлжан атқаным. Давленияға дәрі көмектеспейді. Дәрі тупой нәрсе. Миы жоқ. Ешқандай ештеңе, ішінде чипі де жоқ, программасы жоқ. Тупой, жай ақшаға сатып алған нәрсеңіз. Ол бизнестің товары жай ғана. Ал сіздің ойыңыз соны жасайды. Сол үшін давлениеңіз көтерсе де суға құясыз. Ой, Гүлшат ханым келді, молодец. Суға просто дұға айтасыз.
Менің денсаулығым күшті, давлением орнында, мен бақыттымын деп суға қайталап ішіп жіберіңіз. Ой, рахмет. Oldu. Соған память жазылады жаңаңыз. Ішіне түседі де жасалады. Ең керемет нәрсе. Вот қандай жатыр. Қайда жатыр, қайда жатыр. М. Денсаулықтың кілті. Сондықтан осы жаттығу обливание. Суық сумен шайыну. Суық сулық құю. Маған енді әдет болды. Мен кенже келмеді. Ол әдетке айланды. Онсыз жүре алмаймыз. Өйткені Бастан төмен қарай құясыз да, тастай суық суды. обязательно басқа түсу керек бірінші. Төбеден былай қарай Денең құюыңыз суық суда тұра алады, істей алады, бірақ басқа құйған нәрсе бөлек болады. керек. Өйткені миға сигнал беріледі. Миға суық құйып сигнал берілгенде, ми ішіңіздегі мынау ыстықты шығарады екен сыртқа. Ыстық энергия шығарады. Сол ыстық энергия шыққан кезде сіздің денеңізде 30-40 секунд 40 градустан 41 градусқа дейін температура көтеріледі екен. Сол кезде сіздің ішіндегі паразиттер өледі. Аурулар құрайды. Анау опухолда жоғалып кетеді. Ух ты. Барлығы кетеді. Өліп кетеді. Сол миға түсіндік бересіз. Мен обливание жасағанда сен осындай боласың деп. Анау ми білгенін істейтін. Түсінесіздер ғой? Сіздерге кешірсем. Ми білгенін істейді. Сіз көп ауруды білсеңіз, ми соны ауыртады сізді. Ол ауруды ұмытсаңыз, ол ауру жоғалады сізден. Сондықтан ауруды қайталамайсыздар, айтпайсыздар. Суық тиіп қалады дегенді ойламайсыздар. Ми түсінбейді. Суық суды құясыз, суық тимейді. Маған наоборот, ішімнен ыстық шығып аурудың бәрін өлтіреді екен десеңіз, тура соны жасайды. Ми түсінгенін істейді. Бұл дене мидікі, сондықтан ми соны контроль жасайды. Барлығын істейді. Ал суық судан бұрын не келеді, білесіз ба? Қорқыныш келеді. Қайтып түсем, суық тиіп қалам ба, мен бүйтіп қалам ба, кеше температура көтеріп жүрем, кішкене бүйтіп тұрмын, не істеймін, не қылам? Ештеңе қылмаңыз, просто барып түсе салыңыз, ойламаңыз. Бітті. Айғайлаңыз келсе. Еще лучше. Жын, шайтан, бәрі қашып кетеді. Негатив бәрі қашып кетеді. Сіркілесіз қой. Бәрі жоғалады. Еще ішіңізден ыстық шығады. Кешке шейін құя бергеннен кейін, ішіңізден бүйтіп ыстық шыға бергеннен кейін, иммунитетіңіз жоғарғы деңгейге көтеріліп алады. Ол жаттығады. Иммунитет ол сіздің қорғанысыңыз, любой аурудан. Кезінде мен аяғымда 2 нәски, сыртынан жүн нәски, қалың айды бәтіңке, бұтымда 2 жағы трико, сыртынан шалбар, бәрін киіп жүрген мұздап жүретін. Осында келіп сау болды, қалай үйрендім, бәрі ұшып кетті. 1 нәски, 1 кроссовки мен қыстан шығамын. Оңай. Оңай. Өйткені мен қорқыныш жоғалды. Суықта менің бір частым деген нәрсе пайда болды. Дос боласыз суықпен. Сонда суық сізді алмайды, тиіспейді. Менің досым, бұны бұздатпау керек дейді. Любой нәрсемен дос болыңызшы, арыстанмен дос болыңызшы, не істейді? Сізді жақсы көреді, жемейді ол. Сол сияқты қорқынышпен дос болсаңыз, қорқыныш сізді қорқытпайтын болады. Барлық нәрсемен достасып үйреніңіздер. Бұл менің досым деңіз. Қорқынышта досым, күмәнда досым. Мен олар жақсы көрем десеңіз, еркелік, қойшы кетіп қала дей алып. Наоборот, сіздерді қорғайтын болады. Сіз речкаға түсесіз ба, суға, тастай суға? Или просто обливание жасайсыз? Жоқ, обливание жасаймын. Речка кездесе обязательно бірден күт шығамын. Қыс, жаз, бәрібір. Қазір қардың үстінде 10-15 минут тұра аламын жалаң аяқ. Оп-оңай. Жақында декабрьдің басында бар. Кеше Инстаграмға тіркеліп қойдым. Ол кісі бізде осы 3 күн бұрын 40 градус аяз болған кезде
далада 1 сағат жүгіріп жүр, жалаң аяқ, жалаңаш, үстінде ештеңе жоқ. Енді оны айтады да, оны морж дейді. Морж Иә, болдың да қажет жоқ. Керек жоқ. Сіз просто обливание жасаңыз да жүре беріңіз. Ол энергияңызды көтереді жоғары деңгейде. Ананың бәрі ерген энергияны неғу үшін кетеді. Бірақ суық деген нәрсе дененің, мына біздің денеміздің, организмнің мықтылығы соншалықты любой нәрсеге төзеді. Бізді не құртады? Қорқыныш құртады. Күмән құртады. Оқ десе де өлмеймін деңізші, өлмейсіз. Адамдар бірінші қорқыныш келеді де жалпы қалады. Сондықтан қорқынышпен дос болыңыздар. Суықпен дос болыңыздар. Ыстықпен де дос болыңыздар. Бір қалыпты өмір сүресіздер. Біз не істейміз? Ыстық болса, ойбай ыстық, күйдім, пісіп кеттім, терлеп кеттім дейді. Қазір ыстықтайым деп шығасыз ба? Ыстықтайсыз. Қазір мұздайым деп шығасыз ба? Мұздайсыз. Ми сіздің айтқанды істей береді, жасай береді. Далаға қараңыз, қалың қар, күн суық болып тұр ма? Мә, погода қандай күшті, қазір спокойно, таза ауамен қырқылдатып қарды кешіп барамын дейікші. Тура солай барасыз. Тоңбайсыз. Рахат. Егер миым бәрін істейтін болса, неден қорқым керек? Қаншама адам қыста далада қалып қалған. Қорқыныспен өліп кеткен, қорықпайтындар мақсат қойып, мен обязательно тауып барам деген адамдар үсік алмаған ешқандай. Өйткені сіздің Алла тағалаңыз қасыңызда, жаныңызда, сізді әрқашан айтқаныңыз істейді. Любой мақсат қоясыз, істейді. Мақсат, барам деген нәрсеге мақсат. И соған тоқтамай жүре берсеңіз, жолда тосқауылдар шықса да, қорықпаңыз, алып барады. Өлтірмейді, қиналасыз, құлайсыз, жығыласыз, мұздайсыз, тоңасыз, бірақ алып барады. Барған ең жақсы көресіз. Бітті. Сондықтан су біздің ең күшті нәрсеміз. Адам аштыққа 30 күн шыдайды, суға 3 күн шыдай алмайды. Егер сізде проблема көп, бәрі көп та, бір бөлмеге қамап тастап су бермей қойсайшы. Сізде не болады? Проблема бәрі жоқ болып кетеді ғой? Жоқ, бәрі жоғалып кетеді. Сіз су қайтып тапсам деген, сол ғана қалады. Міне, адамда ештеңе жоқ, проблема жоқ, ештеңе жоқ. Бәрі бар. Ауада жетеді, суда жетеді, бар. Бізде әбден басып тастаған, эконом жаса, су бітіп қалады, әлемде бітіп жатыр. Ауада тазартпады. Біз бүгін сіз деген ауамен демалып, ақырын демалайын, ертең жетпей қалады демейсіз ғой? Жетеді ғой. Емін-еркін демаласыз. Емін-еркін жүрсіз, барлығы солай. Ақша да, су да, тамақ та, барлығы солай, бітпейді. Ешқашан. 10 миллион жыл жер келе жатыр ма? Ешқашан бітпеген ба? Бітпейді. Аштықтың бәрін искусственно жасайды. Қорқынышпен жасайды адамдарға. Ал сіз қорқынышты алып тастаңыз, қарың тоқ, күніне бір рет тамақ ішесіз, жүре бересіз. Сол бір ішкен тамаққа семіре бересіз. Көңіл тоқ болса, барлығы болады. Көңіліңіз тоқ болса, қара нанмен, қара сумен де семіруге болады. Түсіндіңіз ба? Сондықтан мына денеңіздің құдіретінің күштілігі соншалықты, бұл өзі емделеді. Өзі істейді бәрі, өзі. Просто қойып беріңіздер денені. Денеге просто мақтай беріңіздер. Сұлумын, әдемімін, күштімін, кереметтім, менің денем, фигурам деген деңіздерші. Кезінде мен 100 килограмм болғам, қарным қампиып, арсылдап жүреді. Қыздарым айтты, папа, мына қарныңыз жоғалтыңызшы, жараспайды. Жан таласып, не жасадым, бәрін жасадым, болмайды. Содан кейін әркімнің қарны тіп түзулерге қызыға беремін жігіттерге. Мына қарны қалай күшті, менде сондай бос екен деп жүргенде қалай болатын жөн деп армандамаппын. Алла тағала маған қарны берді да 40 килограмм лақтырдым. Бір жазда 40 килограмм лақтырдым.
Ого. Қантым 25-ке шықты. Соны енді түсініп жатырмын мен. Армандағанда байқап армандау керек екен. Точно айту керек екен. Мен осыларды істейін, осы арқылы маған осындай фигура бер. И мақтай бересіз. Мақтай бересіз, мақтай. Қазір қантым жоғалды, мен ризамын Алла тағалаға. Сен соны, мен соны істемесең қантты, мен зарядканы көп жасамас едім. Лағып кетіп бара жатыр едім. Сен орныма салғаныңа рахмет, Алла тағала. Мен түсінік бердің, мен ауру жеңіл жолын таптым дедім. Міне, сөйтіп мен армандағам, қазақ халқына, еліме өстіп үйретсем, осындай жолдарды көрсетсем, сонда мен мектеп ашсам деп армандағанда мен осы супержам қалып кеттім. Алла тағала көрсетті. Маған мектептің ештеңе керек жоқ. Үйде 1 метрде 1 метр жер, компьютер, интернет болса болды, зум арқылы адамдар өзгерте береді екен. Сол үшін арманды да байқаңыздар, бірақ ештеңеден қорықпаңыздар. Сондықтан ми айтады, барма дейді, суық дейді, ауырып қаласың дейді. Бірақ дәл сол сәтте сіз ғана шешімді қабылдай аласыз. Сіздің шешіміңіз жасалады. Ол мидың сөзіне тыңдамаңыз көп. Ми оттай береді. Ми сізді кәртайтады, тез өлтіреді, тез жасайды. Оған бәрібір. Өйткені мидың миы жоқ. Оған алдына келген істей береді, жасай береді. Не ойлайсыз, соны жасай береді. Сондықтан миды тәрбиелейміз, үйретеміз. Кішкентай бала ғой ол, әлі түсінбейтін. Лағып кеткен бала, тәрбиелейсіздер, зарядка жасайсыздар, күлесіздер. Күлгенімізге жақсы екен деп түсінік бересіз, ми түсінеді. Одан кейін күлкініш, қорқыныш кетеді да, біреуден ұят деген жоғалады. Ұят болады, бірдеңе деген кетеді. Өйткені ми айтады, күлген күшті екен, иә, маған да ұнайды. Ми айтады, суық ұйсам осындай болады екен деп, қайта түсіндірсеңіз, жасай берсеңіз, ми айтады, мә, суық шынымен күшті екен. Суық деген досымыз екен ғой деп, далаға жалаңбұт шыға бересіздер. Оңай. Просто мына жерді көндірсеңіздер болды. Қорқыныш жоқ, тағы айтам. Ол елес. Ол тоқта деген нәрсе мидың. Мен түсінбеймін деген нәрсе. Мен оны түсінбеймін, тоқта деген нәрсе. Сіз миға түсіндіресіз. Жоқ, бұның ар жағында бізде күшті нәрсе бар екен. Суық ұйсақ айбат болады екенбіз. Суық ұйсақ мане болады екенбіз десеңіз ажам етеді. Сонда сіз терезені ашып қойып отырасыз. 2 сағат сквозняк болса да ауырмайсыз. Ол сіздің қалауыңыз. Мен одан қорықпаймын, ауырмаймын десеңіз ауырмайсыз. Ал егер сквозняк ұстап қалады десеңіз, қайдағы жерде де ұстайды. Далада жел соқса да сквозняк емес пе сол? Көшеде жүрсең. Оны басқадай түсініп алған адамдар. Сондықтан Речкаға түсу қандай көзқарас сізде? өте күшті ғой. Мә, рахат. Люблю. Қыс болсын, жаз болсын. Люблю. Қыста да, жазда да керемет. Өйткені ол табиғат суы. Таза су. Ағынды су. Керемет су. Ішіндегі қаншама минералы бар су. Ол тазалып келген. Тап-таза су ғой. Шел-шіне бала дейді ғой. Ең бірінші қалай түсу керек суға, мысал үшін? Сіз үйден үйреніп алыңыз. Обливание жасап, денені үйретіп барып, Мен сосын барып суға. үйретіңіз, миға түсінікті толтырыңыз. Соның кейін барып, бір күндер асықпай барып түсіңіз. Сразу барып қойып кете алмаңыз. Ал сразу барсаңыз, онда қорқынышыңыз жоқ, сіз мықтысыз. Барып істей бересіз. Ешқандай қорықпаңыз. Просто қорқыныш болмасын. Ойладыңыз ба, сразу барып істейсаңыз. Ойлап сразу бармасаңыз, ми неше түрі жол айтады. Ойбай, қазір тұра тұршы, кейін істей қорқа. Жібермейді деңізші. Жібермейді. Ойладыңыз ба, барып істейсаңыз. Оп-оңай. Бірдеңе қаладыңыз ба, барып аласаңыз. Оп-оңай. Ертең ақшам бітіп қалады деп ойламаңыз. Орнына басқа ақша келеді. Мен жұмыстан келгеннен кейін тастай краннан суды ағызамын да сонымен беті қолын бәрін жуамын. Сізге дайынсыз. Енді жатарда да құйып жатыңыз. Қандай сөз айтамыз? Қазір айтам оның бәрін.
Енді сау бол дегеніміз біз өткен ауыр сезімдермен қоштасу дейді. Қоштасамыз. Әлсіз нұсқамызбен қоштасамыз. Қорқынышпен қоштасамыз. Су жаңа бастаманың символы. Түсіндіңіз ба? Жаңа айттым ғой, барлық негатив шайлар. Значит, сезімдермен қоштасасыздар жаңағы. Жаман ауыр. Әлсіз нұсқаларыңыздан қоштасасыздар. Қорқыныштан қоштасасыздар. Тән тазалайсыздар, жан тазалайсыздар. Өмірді өзгертесіздер. Сондықтан постоянно өздеріңіз айтасыздар, мен қорықпаймын. Мен өзімді жеңемін. Мен жаңарып жатырмын. Қорқам деген сөз айтпаңыздар. Айтпаңыздар. Мен қорықпаймын. Мен өзімді жеңемін деп. Бүгін істей алмасаңыз, ертең істеңіз. Ертең болмаса ары күн күнді айтып жүрсеңіз, ми қабылдайды, сразу істейсіздер. Суық тию деген шок қой, бірінші шок боласыздар да, бірақ 10 секундтан кейін неге болатынын түсінесіздер. Дене бейімделеді, ми тынышталады, ішкі қуат оянады. Бұл дәл өмір секілді. Түсінік келді ма сіздерге? Ми Ау, қуаттанады дедіңіз ба? ми тынышталады. А, ми Ішіңізде тынышталады. қуат оянады. Ішкі қуат оянады. Қиындықта суық сияқты. Басында қорқыныш келеді. Ішіне кірсең бейімделеді. Өтсең күш болады. Өтсең. Суды кешіп өтсі. Енді бәрін қиындықты айтамын да, қиындықта су сияқты болады жаңа. Любой қиындық. Кеп тұр ма? Кеп тұр. Басында қорқыныш болады. Ойбай, ар жағын не болады, білмеймін, бүт. Ішіне барып кірсеңіз, қорқыныш сейіліп кетеді. Сіз бейімделесіз, сол үйренесіз. Ми үйренеді. Мынандай екен ғой, ой, болады екен онда дейді. Ал сол жерден өткенде сізде күш пайда болады ғой. Қорқыныш сейіледі ғой, кетеді ғой. Сондықтан қорқынышпен дос боласыз да, айтасыз. Давай, маған мешайт етпеші. Досымсың ғой. Біраз жерсек жетіп алайын дейсің. Енді адам не істейді жаттығудан кейін? Өзін батыл сезінетін болады. Энергиясы көтеріледі. Сенімі артады. Любой әрекетке дайын болады. Бір қорқынышты жеңдіңіз ғой. Бұл тек дене емес, бұл мінезді шынықтыру үшін. Денені ғана емес, мінезді де шынықтырасыздар. Мінездеріңізді. Сол үшін не істейсіздер? Суды құясыздар, мұздай болсын. Мұздай. Сразу бастаңыздар. Керек жоқ, суықтан ақырын жылтып, бүйтіп созудың керек жоқ. Момент құйдыңыз, айттыңыз, сөз айтасыздар. Бірінші сөз. 95% сіздің сөздеріңіз. Айтатын сөз. Өйткені Аллаға, әлемге не жібересіз? Бумеранг сізге қайтып келеді. Бүткіл әлемнің адамдарына денсаулық тілеймін, бақыт, байлық тілеймін. 5-6 рет қайталайсыз. Шын ниетпен, шын көңілмен, мілт деп айтып айғайлайсыз. Құйып жібересіз. Айғайлап аласыз. Все. Сөйтіп бір 2 шелек, 3 шелек құйсаңыз, еще лучше. Әлмерек атамыздың басына барғанда бұлағы бар. 7 шелек құйғызады ғой, 7. Қыста да. Сонда әулиенің астына бардық. Біз әбет істеу керек деп барғанда мұздамайсыз ғой. Мына қыста орыстардың несі бар ғой, мұзға түсетін. Неге сол кезде адамдар өлмейді ғой? Бәрі өлмейді ғой. Қақаған суықта шешініп кіріп шығады ғой, ештеңе болмайды. Сіздің денеңіз мықты, бар да төзеді. Любой нәрсе. Өйткені сіз энергиядан тұрасыз.
Ал біз адасып жүрміз. Әркімнен әр нәрсені естіп аламыз. Ананы жесе былай болады екен, мынаны жесе былай болады екен, ананы жесең ауырады екенсің, мынаны жесең бүйтеді екенсің. Ми оны білмесе ештеңе болмайды екен. Ештеңе болмайды. Миға түсіндіру керек екен. Міне, мынау пайдалы, мынау жақсы, бұл қорқыныш емес, бұл көшті, бұл қорқыныш емес, бұл айбат десеңіз, ми дейді. Кішкентай балаға да қорқыта берсеңіз не дейді? Қорқып өседі. Ал күшті деп айтсаңыз, сол күшті болып өседі. Сол сияқты біздің ми бала. Түсіндіруіміз керекпіз. Жақсылап жеткізу керекпіз. Сондықтан бүгін сіздер жай суға, суық суға түспейсіздер. Сіздер шекараларыңызды кеңейтесіздер. Шекараларыңызды кеңейтесіздер. Әр тамшы су сізге айтады, сен күштірексің дейді. Сау бол ескіден, әлсіздіктен, қорқыныштан. Бітті, миға айтасыз. Осылар жасасақ, біз әлсіздіктен, ескіден, қорқыныштан құтыламыз дейсіз. Сондықтан жаңа деңгейге қош келдіңіздер. Рахмет. Бәрі сіздердің қолдарыңызда. Сіздерге байланысты. Сіздің қалауыңызбен бұл өмір сіз үшін жаратылған. Бүткіл әлем сіз үшін қызмет етіп жатыр. Соны түсініңіздер. Мен үшін, маған өзім әлем қызмет етіп жатыр. Сіз үшін сіздің әлеміңіз қызмет етіп жатыр. Сол әлемде бәрі бар. Оны бізді өкімет нелер тәрбиелеген, қорқынышты, үйілткен, жаңаға әбден күмәнға батырып тастаған. Біз соны ойлап, сонымен ғана өмір сүріп келе жатырмыз. Енді ол жоқ, түсініңіздер. Жоқ. Әлем сіздікі. Сіздің индивидуальный Алла тағалаңыз бар. Сіз үшін келген, сізге жасап береді бәрін істейді. Сондықтан не істейміз? Күлеміз, күлеміз, бақытты өмір сүреміз. Күлеміз, күлеміз, ұзақ өмір сүреміз. Сау болдық құямыз, жанымызды, тәнімізді тазалаймыз, қорқыныш күмән сілкілеп алып тастаймыз. Бұл оңай ма? Оңай. Оңай. Ал оңай болса, күнде жаттықтырумен келтіреміз. Күндегі жаттықтыруыңыз, ол сіздің тәртіпке айландыруыңыз. Тәртіп деген өте күшті нәрсе. Бауыржан атамыз айтып кеткен, тәртіпсіз ел болмайды. Тәртіпті ел құл болмайды деген. Егер тәртіппен осы жаттығулар жасап, қорқыныш жеңетін болсаңыз, сіздің алдыңызда талай қызықтар болады. Талай қызық өмір көресіз. Талай ақшаға белшеден бататын. Миллиард қаптап кеткенді қайқа жұмсаңыз білмейсіз. Керек жоқ маған деп қашатын боласыз. Керек жоқ, қазір ақша керек жоқ. Ойбай, мен иттак жетеді, мен бақыттымын деп жүресіз. Бақытты бол үшін не істейсіз? Күнде күліп жүресіз. Жынды сияқты жүріңіз. Жынды сияқты болыңыз. Біреу анадан ұят, мынау айтады, мынау сөйтеді. Шатағыңыз болмасын ешкенде. Жынды болыңызшы өміріңізде. Тек сіз ғана бақытты болыңызшы. Болды. Қалған сізге қарап бақытты болып кетеді. Жұқпалы ол бақыт деген. Сіз жұқтыра аласыз оны. Бізді кезінде ешқандай ауру болған жоқ. Жоқ, бәрі күшті да, просто информацияны қойып құртқан бізді. Кезінде патшалар айтады екен, халық не істейміз десе, оларға бір өсек жіберсем болды, сонымен өздерімен өздері күресіп жүреді. Сөйтіп біреуге холера деп айтқан. Осындай екен холера, мынандай ауру екен, ел қорқып жүріп қырылған. Бәрі холерамен. А негізі жоқ ол ауру. Оны ми сізге не айтсаңыз, ми соны жасап бере береді ғой. Ертең өлем десеңіз, өле салады ми. Оған бәрібір. Ол мидың миы жоқ. Өлді ма, тірі ма, оған бәрібір. Сіз не айттыңыз, соны істейді. Не қаладың, соны жасайды. Алла тағала кең пейіл.
ақ көңіл. Сіз не тілейсіз айтады, әпенде қалаған осы екен, алсын, өлгісі кеп па, өле салсын. Кедей болғысы кепті ма, бола берсін. Өзі қалап отыр ғой, өзінің қалауы. Ал сіз қалаңыз, мен патшайыммын, менің қолымнан бәрі келеді, мен ең мықтымын әлемде. Қиын ба? Оңай. 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 Өмір сүру оңай. Бақытты болу оңай. Бай болу да оңай. Мықты болу да оңай. Барлығы сіздің қолда. Сізге байланысты. Сіздің қалауыңызбен, сіздің ойыңызбен, сіздің тілеуіңізбен жасалады. Сол үшін намазды ойлап шығарған. Жақсы тілек айтсын, постоянно жасасын деп. Ал намазды парыз қылып тастаған. Ол парыз емес. Сізге байланысты. Өзіңіз шешесіз. Өмір бақи намаз оқимын дейсіз, оқыңыз. Бірақ жақсы ойлар айтыңыз. Маған берші емес, менде бар, рахмет деңіз. Барыма алғыс айтам, жоғыма да алғыс айтам деңіз. Айтпесе бізге берш, маған берш, ешкім ештеңе бермейді. Алғыс айтасыз, екі есе қайтады. Алғыс. Алла тағала бізді алып келгенде осы дүниеге. Үш-ақ нәрсе берген, соны істеңдерші деген. Махаббат, мейірім, алғыс деген. Болды, соны толтырыңыз, жүрегіңіз ашылады. Белшеден батасыздар, өмір қызықты болады сізге. Егер де қызықсыз, тыныш өмір болып қалса, күтіңіздер. Значит, сіздер жаңа деңгейге өтіп жатсыздар. Жаңа деңгейге. Неге тишина? Бірдеңе қызықсыз болып жатыр. Болады. Өйткені сіз жаңа деңгейге өтіп жатсыз. Перепрограммирование болып жатыр сіздерде. Программа бүткіл ескі программаны кетіріп жаңа кіргізіп жатыр сізге. Жуыныңыздар суық суға, обязательно. Тұра салдыңыз ба, бірінші тәніңізді тазалаваңыз. Суық сумен. Ары қартай күлесіз, бақытты болып жүресіз, болды. Махаббат, мейірім, тағы не дедіңіз жаңа? Үшінші? Алғыс. Алғыс. Оңай ғой. Оңай. Бәрі оңай. Просто қайда барсаңыз да аржиып жүріңіз. Күліп барыңыз. Сабыр болыңыз. Ештеңе ойламаңыз. Шешіледі, жасалады, болады деп барасыз. Бірінші рет болмаса, кешегі ойлағаныңыз істеліп жатыр. Екінші рет қайтадан барасыз. Үшінші рет қайтадан барасыз. Үшінші рет істеледі. Өйткені түзелді ғой. Ми түсінді ғой. Сол, рахмет сіздерге. Ми түзелген кезде денсаулық түзелетінін түсіндім. Опа. Байлық келетінін түсіндім. Оны өзгерту өзімізде екен мына жерде. Ол үшін жаттықтыру жасай бересіз. Күле бересіз. Ойды түзей бересіз. Патшайым ұстап аласыз. Менің қолымда бәрі, мен өзіме сенем дейсіз. Қашан өзіңізге сенесіз, значит, Алла тағалаға сенгеніңіз. Ал біреуге сеніп, өзіңізде сенім жоқ, Аллаға сенем дейсіз, өтірік. Қашан өзіңізге сенесіз, ол Алла тағалаға сенеміз. Біреуге жаманды ойлайсыз, өзіңізге ойлағаныңыз. Біреуді жамандайсыз, өзіңізді жамандағаныңыз. Біреуді қызғанасыз, өзіңізді қызғанғаныңыз. Лучше біреуді мақтаңыз, біреуді жақсы көріңіз, өзіңізді жақсы көргеніңіз. Не жібересіз әлемге? Сол қайтып келеді, бумеранг. Ауру жоқ, қиындық жоқ, бәрі оңай. Рахмет сіздерге. Керемет. Рахмет, керемет. Рахмет. Жайлы жатып жақсы тұрыңыздар. Тамаша болсын. Арманмен жатып, мақсатпен оянып, екі жақта құшақтап жатыңыздар. Рахмет, күшті жер болды. От болды күшті. Рахмет.